Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ескі билікте екінші Назарбаев атанған экс-мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулиннің ұлдарына тиесілі зауытқа қатысты қылмыстық іс қозғалып жатыр. Бұған дейін Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ауыл шаруашылық тыңайтқыштарын қымбаттатқанның пайдасын мәжілістің экс-спикері Нұрлан Нығматулиннің ұлдары көріп отырғандығы анықталған болатын. Нұрлан Нығматулиннің ұлдары басқаратын Қазфосфат минералды тыңайтқыштар шығаратын зауыттың бағасына қатысты материалдар қылмыстық іс қозғау үшін қаржы мониторинг агенттігіне жіберілген еді. Ведомствоның хабарлауынша материалдарды монополияға қарсы орган қайтарған жағдайда нұсқама енгізіле отырып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалады. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасы елдегі азық-түлік құнына тікелей әсер ететіндігін айта кетейік. Сонда біздің билікте отырғандар елдің қамын емес, өздерінің баласының қамын ойлап кеткені ме? Қалай ойлайсыз? Экс-спикердің балдары расында кінәлі болса, олардың жазасы қандай болмақ? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.